Сұхбатқа барардың алдында Тұрсынбек мырзаға жаздым. Ол кісіден кері жауап болған жоқ. Барлық айтқаным рас болғандықтан, шынайы болғандықтан мен өкінетін тұстар болған жоқ. Керісінше айтуым керек еді деген сәттер болды. Мен тек өз басымнан өткен жағдайды ғана айтып өттім. Мен еркектерге қарсы шықсын, әйелдер мен еркектер екіге бөлінсін деген арам ниетім болған жоқ. Және де отбасылық дүниені хайп ретінде касса жинасын немесе халықты бір дүрсіткіндірейік деген оймен жасау ол үлкен қателік. Қан кезде мен қасында болдым. Сол сәтте түсіріліп қалған видео естеліктер де бар, фотолар да бар. Оны бір дәлелдейін деген дүние емес. Әрине бұл әр нәрсеге, әрине менің жүрегіме тиеді. Ол сәт өте мен үшін ауыр. Дәл сол ауырып қалған уақытында Тұрсынбек Алматыда болды. Мен сол күні ғана Алматыдан Астанаға ұшып келген болатын. Сөйтіп, сол құлап қалды деген хабар келді. Бірден қайтадан кешкі 8-дегі ұшаққа билет алып, қасымда құрбым мені қасымда болып, қолдап, қолпаштап, енді мен сол уақыттағы состоянием өзім құлап қалуға дайын тұрдым. Менің көз алдыма неше түрлі дүниелер келді. Мен қазір дәрігердің алдына барғанда ол маған қандай хабар береді деген қорқынышты ойлар келді. 1,5 сағаттық жолым бір жарым ғасырдай болып жете алмай қалдым Алматыға. Тезірек жетсем екем, тезірек өзім көзіммен көрсем екем деген оймен. Сөйтіп ауруханаға бардық. Бірден дәрігерлер барлығы сыпайы, барлығы кіргізіп, бірден реанимацияға апарды. Сол уақытта реанимацияға өткізуге болмады, өткізбеді, бірақ екеуміз телефоннан, менде бар енді фото видеолары, осылай қабырға тұрып, кино сияқты, мына жағында Тұрсынбек палатада жатыр, реанимацияда, жан сақтау бөлімінде. Мен мына жақта видеомен сөйлестік. Кіруге болмайтын болғандықтан дәрігердің телефоны арқылы. Көңіл күйі бәрі жақсы болды, жаңағы отадан шықтым деді, кішкене құлап қалып еркелеп жатырмын деп. Солай екеуміз екі жақтан еңіреп жыладық. Дәл сол ауырған сәтінде қасында болдым, емделгенше қайта-қайта келіп кетіп жүрдім. Одан кейін өздеріңіз көріп жүргендей, Тұрсынбек мырза, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Түрлі іс-шараларда жүр, жобаларды жүргізіп жатыр, тойларға барып жатыр, қонаққа барып жатыр, бәрі жақсы. Біздің киномыз басында сценарий бойынша комедия тұстары көп болған болатын. Кейін кино барысында өзгерістер болып, көбіне драма жаққа көбірек көңіл бөлініп кетті. Бәлкім сол сәттегі менің көңіл күйім әсер еткен сияқты. Көп нәрсені ашық айтсам, көптеген жазып жатқан, негатив жазып жатқан жандардың ойы өзгерер еді. 180 градусқа өзгерер еді. Енді ашып айту керек болса айтайын болашақта. Бат оқиғасы сериал сияқты. Жалғасы бар, әрі интригаға толы. Қатыны қарамай ма, қуып жүрмей. Мөлдір ханым суықтау болды Тұрсынбек ағамыздың отбасына. Ата-анасы пәтер ауылында өздері тұрушы еді, ал Мөлдір келмейтін. Ата-енеге деген бір құрметі болмағандай. Той болса да, қонақ болса да Тұрсынбек өзі жүретін. Отбасы болған соң оны халыққа таратудың қажеті жоқ еді. Алайда пиар, Мөлдір танымал болғысы келгесін солай жасады. Байы точно ауырып жатса қатыны неменеге ырбыңдап жүр? Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей отырып арамызда қалады барлық нәрсе, барлық әңгіме деп біз келіскенбіз, арамызда болады деп. Енді мен жақтан қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбекте тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Біз негізі фильмді күткенбіз, сосын айтамыз деп. Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей
отырып арамызда қалады барлық нәрсе, барлық әңгіме деп біз келіскенбіз, арамызда болады деп. Енді мен жақтан қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбек те тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Біз негізі фильмді күткенбіз, сосын айтамыз деп. Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей отырып арамызда. Олай болса ақпарат бере кетейік. Бірер сәттен соң. Так, примит. Друзья мои, давайте поддержим Мөлдір. Мөлдір впервые сегодня в качестве соведущей моей в прямом эфире. Дәл қазір барша көрермендерге құлақ қағасы. Бүгінгі жеңімпазды қазылар алқасы емес, өздеріңіз телеэкран ар жағында отырған, тікелей эфирде тамашалап отырған көрермендер анықтайтын болады. Мен әнші емеспін ғой, менен қайдағы әнші деген. Деп айттым, иә. Дауысым жоқ менің, ән айта алмаймын мен деген сияқты. Өзімді баса берген ғой сол. Мөлдір өзін соншалықты құнсыздандырды. Білмеймін. Тұрсынбек айтқан бір уақытта сен ән айта алмайсың деп. Сол сөз басып тастады ау. Соған сеніп қалдыңыз ба сіз? Құдай ей, жылатпайсыз, жылатасыңдар ғой. Сол. Негізі түп басталды. Салфетка бере салдыршы. Иә, салфетка сұрай саласыз ба? Енді бұл жерде Тұрсынбекті кінәлауға келген жоқпын мен. Бірақ бір сөзінде айтқан, сен ән айта алмайсың деп. Негізі біз анда қазақтың келіншектері күйеуіміз тыңдап қалған халықпыз ғой енді. Дәл қазіргі уақытта мен бір нәрсені дәлелдейін деген сияқты ниетпен жүрген жоқпын. Телеарна жүргізушісі болғым келді менің. Сөйтіп бір күні Тұрсынбек осы маған бір көмектесші. Телеарна жүргізушісі болғым келеді дедім. Ол үшін дайындаласың, кішкене тілін тазартасың, анық сөйлеуге тырысасың. Енді оқисың ғой бәрібір, тырысасың ғой. Алға ұмтыласың. Сөйтіп сен қолыңнан келмейді деді. Сосын енді өнер жаңағы өзімде кішкене комплекс бар, музыкальный оқымағам деген сияқты. Ән айтып бастап едім. Сөйтіп мұрын тұрып жетіп қарап маған. Ән айтпашы деді маған. Осылай. Бүйтіп осындай эмоциямен айтты. Қандай жақсы, қандай жақсы, көріскен қандай жақсы, қуаныш толы күніңді, досың мен ішкі сырыңды, бөліскен қандай жақсы, қандай жақсы, қандай жақсы. Былай тұра керек, сосын бүйтіп істеу керек. Махаббат, қош келдің бізге. Рахмет. Өйсі турап тұрған, бидаштағы турап тұрған нем қарап кетіп еді соцсетке. Иісті сразу мұрнымен сезіп жүгіріп келе жатыр ғой. Былай тұра керек. Тұрсынбек мырза жақсы адам. Тұрсынбек елдің азаматы, халықтың адамы. Ел жақсы көреді. Иә, ел сүйет. Егер де біздің арамызда қандай бір жағдай болып қалып жатса, бір өсек сыбыс әңгімелер естіп қалып жатсаңыздар, өзім құрбыларыма да айтамын, туыстарыма да айтамын, дайректте жазып жатқан жандарға да айтамын да, сіздер Тұрсынбекті жек көріп кетпеңіздер. Ол бұрын қалай жақсы көрдіңіз, бұрын махаббатыңыз қалай болды, сол махаббат сақтап қалыңыздар деп айтамын. Жалпы жақсы адам. Негізі концерт көруге келіп отырсыздар ма, әлде бірдеңе білге келіп отырсыздар ма? Бірдеңе білгілеріңіз келіп отырған секілді ме, бір жүздеріңізге қарасам бір как көтте бірдеңе айтайын деп тұрған секілді, қазір бастайын деп отырған секілді деп жаңа. Ана баяғыда бір айтатын еді ғой, ана балдар отыр деп жаңағы. Қыздарым отыр, сосын айтарым асықпай.
мынандай сөз бар ғой жаным ау, сен назло әлі жарқырайсың, киноң да атады, бәрі атады. Өмірде бәрі күшті болады. Жаным, жылама. Жыламашы. Мен де жылатасың қазір. Азын-аулақ ауыр болып тұр, білем. Бірақ Алла тағала бәрін реттейді. Жылама.